Армысыздар, ардақты ағайын. Мен бір қызық байқауға қазылық еттім. Әрине, мені сол байқауға шақырған Түркістан облысының мәдениет басқармасы және халық шығармашылығы орталығына алғысымды білдірем. Осындай дүниелерді көптеп жасай берсін. Болашақта да халыққа осындай еңбектерін жасай берсін деп жақсы тілек айтқым келеді. Бұл байқау биылғы Шәмші Қалдаяқов атамыздың 90 жылдығына арналған. Шәмші атамыздың бір әнін алып, сол әннің шығу тарихын ашу байқауы. Яғни, бір әннің тарихы деп аталатын байқау, шығармашылық байқау. Оған облыстың барлық аудандары қатысты. Әдемі дүниелер көрдік. Кәдімгідей сол Шәмші атамыздың заманына барып қайтқызатындай дүниелер де көрдік. Заманауи бейне клиптер де көрдік. Әдемі түсірілген, әдемі операторлық жұмыстарды да көрдік. Әдемі режиссерлық шешімдер, әдемі жарық қоюлар, эффектлерді пайдалану, осының барлығы шарттарда бар болатын. Бірақ дегенмен шарттан ауытқып кеткендер де бар. Яғни, әншілерге көп назар аударылып кеткен, әншілерді көп дәріптеп кеткен, не болмаса әннің тарихын ашуда енді бірінші жыл өтіп жатқаннан кейін шығар, ізденіс, зерттеу жұмыстары аз, мүмкін біреулеріне уақыт тапшы болған шығар, бірақ енді көрерменге біз олай деп айта алмаймыз ғой. Сондықтан біз барынша әділ бағаладық. Алда да осындай біздің өзіміздің композиторларымызды болсын, мәдениет қайраткерлерін болсын, театр қайраткерлерін болсын дәріптейтін дүниелер көптеп болса деп ұсыныс айтам, және осы ұсынысым қабыл болады деп ойлаймын. Ал аудандарға, аудандық мәдениет ошақтарына алдағы сайыстарда сәттілік тілеймін. Ассалаумағалейкум, армысыздар ағайын. Биыл өздеріңізге белгілі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 90 жыл. Соған байланысты Түркістан облыстық мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен өткен бір әннің тарихы атты шығармашылық байқауда маған қазылық қызметі бұйырған екен. Өте қуаныштымын. Енді бүкіл жұмыстарды қарап шықтық. Мен өзімде енді Шәмшінің рөлін сомдағаннан кейін сол кісінің өмірімен етене жақын таныспын. Маған енді сол кісінің өмірбаянынан гөрі сол әр әннің шығу тарихы өте қызық тақырып. Сондықтан бұл видеороликтерде де өзі қызыға көрдім. Жұмыстар әртүрлі. Енді баса назар аударғанымыз әрине атында тұрғандай бір әннің тарихы. Сол видеороликтер әннің тарихын ашалды ма, көрерменге қаншалықты көркемдеп ұсына білді, сол әнге деген махаббатын қаншалықты оята білді, қаншалықты дәріптей білді, соған баса назар аудардық. Енді өкінішке орай көп аудандар жай бір әннің клипін ғана түсіре салған екен. Енді әрине клипте үлкен жұмыс, мысалы Шардар ауданының клипін алсақ, тағы да басқа клиптерде үлкен жұмыс істеген, бірақ өкінішке орай әннің тарихын берілмеген. Кейбір аудандар, мысалы Отырар, Сарыағаш, Төле Би аудандары, мысалы Шәмші ағамыздың образын сомдап, актерлық жағынан көп еңбек атқарған. Тағы да енді біраз жұмыстар бар. Енді қазір аудан тұрмақ ауылда да жақсы камералар бар, режиссерлар бар, шығармашылық ұжым бар, киімдер бар. Сондықтан көп мысалы аудандар Шәмшінің жас кезін сүрген кезде кішкене енді киім жағынан болсын, көрініс жағынан болсын, бүгінгі заманның көріністерін алып келген. Сондықтан енді болашаққа деген ұсыныс айтып отырмын. Болашақта өйткені бұл үрдіс өзі жалғасын табады шығар деген үміттемін. Өйткені Шәмші атамыздың әндері өте көп. Жалпы Шәмші емес, басқа да композиторлардың осылай әндерін осындай байқау арқылы болса да, қандай проект болса да өйстіп дәріптеу жалғасын тапса, нұрдың үстіне нұр болады деп ойлаймын. Сондықтан барша қатысқан аудандарға алғысымды айтам, және де алда тек сәттілік тілеймін. Қадірменді Шәмші әнін сүйетін халайық
құрметті өнерсүйер қауым, Шәмші Қалдаяқовтың 90 жылдығына орай бір әннің тарихы атты байқау өтті. Байқау мақсаты мынандай болды. Шәмшінің ел айтып жүрген, елдің аузында жүрген тамаша әндерін ала отырып, сол әннің тарихынан сюжет түсіру, инсценировка жасау, шағын қойылым көрсету. Мына көптеген аудандар, қала, осы облысымызға қарасты, өздерінің Шәмші әнінің тарихы білетіні бар. Кейбір ән тарихы белгісіздеу болса, соған лайық көркем дүние шығару тиіс болатын. Бұл конкурсқа 15 аудан қала қатысты. Енді сарапшылар алқасы мүшесі ретінде мен сол сараптау құрамында болғандықтан кішкене айтып өтейін деп отырмын. Жалпы әннің тарихын жеткізуде сол естіген құлағымызға жеткен Шәмші әндерінің тарихын тек қана баяндай салу емес, оған бір көркем дүние қосуға тырысқан аудандар болды. Бұл да жақсы. Егер біз қасаң жай ғана тарихын баяндап шығатын болсақ, көрермен немесе халық оны жылы қабылдамас еді. Сондықтан көптеген аудандардың біршама көркемдеуге тырысқаны бізге ұнады. Керісінше кейбір аудандар, кейбір қалалар жай ғана Шәмші әнін алып, ән баян, яғни клип түрінде ғана материал жіберуге тырысты. Оны біз сараптау барысында біздің конкурстың ережесіне сәйкес келмейтіндіктен балдары өте төмен болды. Клип жақсы түсірілгенімен, біз негізгі біздің мақсатымыз Шәмші әнінің тарихын жеткізу, қойылым түрінде жеткізу болғандықтан біз клип деген түрінде, ән баян түрінде түсірілген материалдарға оншалықты көңіл бөлмедік. Енді шетінен айтатын болсақ, мына Арыс қаласы кешікпей келем дебең деген Шәмшінің бір керемет тамаша әнін өздеріне материал ретінде алған. Мұнда актерлер болсын, не болмаса қарапайым өнер азаматтары сол әннің тарихын жеткізу үшін жұмыс жасауға талпынған. Алайда әннің жалпы тарихын аша алмаған. Кей тұста оператордың да, монтажердің де жұмыстарында кемшіліктер болды. Жетісай ауданы Сыған Серенадасы әніне қойылым жасауға талпынған. Бірақ мұнда өкінішке орай жетісайлықтар Шәмші ағамыздың көзі тірісінде түсірілген деректі фильмнен көбірек материал алып, көбірек сол деректі фильмге бой алдырып кеткен. Сондықтан бұл ашық сабақ ролигіне ұқсаңқырап кетті. Дегенмен әннің тарихын баяндап жеткізуге тырысқандығы байқалады. Жеңіл қабылданады. Мақтаарал ауданы Тамды аруы әніне материал ұсынған. Мақтааралдықтар өкінішке орай әншіге көбірек мән беріп кеткенде ән тарихы тасада қалып қойған. Үнсіз кадрлар, яғни саябақта жетектескен қыз бен жігіт басқа әннің тарихын ашатындай біз көрініс көре алмадық. Отырар ауданы Отырардағы той әніне қойылым жасауға тырысқан. Алғаш кезде сәл Шәмшінің жалпы образын ашуға кіріспе кадрлар енгізуге тырысып, әрі қарай сол әннің тарихынан хабар бар Отырардағы той. Кәдімгі қазір көз тірі ел сыйлайтын аға апаларымыздан сұхбат алу арқылы бастап, әрі қарай әннің тарихына ойысып кеткендігі бізге көңілімізге қонды. Сондықтан онда оқиғаны сәтті құрағандығы байқалады. Актерлер мейлінше өздерін образдан ашуға тырысқандығы байқалады.
отырарлықтар жалпы Шәмшінің туған жері болғандықтан енді жақсы керемет дүние деуге келмес, бірақ қолдарына келгенше әннің тарихын баяндап беруге тырысқан. Сайрам ауданы Қайықта әнін, Шәмшінің Қайықта деген бір керемет махаббат лирикасына құрылған әдемі әнін алған екен. Мұнда көріністер өте көп қайталанады. Кейіпкерлерді сөйлетудің орнына диктор әннің тарихын сырттан баяндауға тырысқандығы байқалады. Дегенмен жалпы түсірілу, ой, идея жағынан біршама көңілге қонатын дүниелер бар Сайрамда. Сарыағаш ауданы Шәмшінің ең бір шоқтығы биік әндерінің бірі Сыр сұлуы, өте күрделі әндерінің бірі. Осы Сыр сұлуына қойылым түсірген, өте сәтті шыққан, актерлер жақсы ойнаған, кадрлары жақсы ауысқан, монтажы да жақсы. Жалпы оқиға шиеленісіп, оның шарықтау шегі, кульминациясы барлығы сол сақтала отырып, біршама дұрыстау дүние ұсынуға тырысқан сарыағаштықтар. Созақ ауданы Теріскей әні, осы Теріскей әнін ала отырып, өздерінің версиясын ұсынған, нұсқасын ұсынған. Мұнда әртістер біршама жақсы ойнағанымен, тек бастан аяқ музыка ойнап, оның өзінде музыка болғанда Теріскей әнінің кейбір иірімдері емес, өзге бір Шәмшінің Арыс жағасында әні, бастан аяқ сол Шәмшінің Арыс жағасында әні ойнап тұрады. Ал түсіріп жатқан клиптері, не болса қойылымдары Теріскей ән жайында. Меніңше сол Теріскей әнінен минусовкасынан үзінділер ала отырып, не болмаса бір музыкантқа ойната отырып, күй сандықта, басқа да көп қой мүмкіндіктер. Солай етіп түсіргенде әдем болар еді. Бірақ бұлар ән басқа жақта жүр, оқиға басқа жақта жүр. Осындай дүние ұсынған. Төле би ауданы Ақсудан ұшқан аққуым деген Шәмшінің бір әдемі ән алыпты. Сюжет әрине жақсы. Кадрлар алуға тырысқан, жақсы кадрлар, монтажын жасауға тырысқан. Мұнда да сәл бір жерінде ағаттық бар, яғни Төлеген Момбековтың салтанат күйін көбірек музыкалық фон ретінде пайдаланып жіберген. Меніңше, мұнда да Шәмшінің бір әдемі лирикалық әндерін пайдалануға болар еді. Кентаулықтар енді ашығын айтайық, өте кәсіпқой қарауға тырысқандығы байқалады. Яғни олардың камералары да жақсы, монтаж жұмысын жүргізетін маманы да жақсы, свет жарық түсіруші мамандары да өте жақсы жұмыс істегендігі байқалады. Бірақ бұл жерде бір ғана актердің жұмысы болып қалған, бір ғана Бақыт Маңбай деген сол актер екен. Сол Бақыт Маңбайдың айналасында ғана дүниені ұсынып қана қойған. Меніңше Кентауда жақсы ашатын мүмкіндігі бар актерлер көп еді. Оларды пайдаланғанда өте жақсы материал ұсыналар еді кентаулықтар. Дегенмен кентаулықтардың мынау біздің байқауымыздың ережесіне сай видео бейне эффектілерді, монтаждарды, жарықтарды өте сәтті пайдаланғандығын, жалпы телевизияға қатысты бүкіл мүмкіндіктерді білетіндігін біз байқадық. Ордабасы ауданы Құшақ жайған қандай адам деген Шәмшінің бір тамаша әнін, бұл ескерте кетейік, бұл әннің сөзін Шәмшінің өзі жазған. Шәмшінің жазған әніне сөз жазған жалғыз өлеңі осы болу керек. Мұнда ордабасылықтар мына тақырып Құшақ жайған қандай адам, қандай керемет сюжет түсіруге болады, қандай керемет қойылым жасауға болады. Бірақ өкінішке орай ордабасылықтар бастан аяқ тек музыкамен ғана қойылым бейнебаянды музыкамен ғана көркемдеп қоя салған. Одан гөрі сол әнді жеткізген трио әншілерді көбірек түсіріп, сол трио әншілерге бүйректері бұрып, басқа бір қырынан танылып қалған. Сондықтан
сондай бір мүмкіндіктерін пайдаланылмаған. Келес ауданы Ақ Келес деген шәмшінің әдемі әнін алыпты. Мұнда да тура ордабасылықтар сияқты музыкамен ғана оқиғаны, енді оқиға деуге емес, жалпы музыкамен қойылымды, сюжетті толтыруға тырысқан, ән тарихы жақсы ашылмаған. Қазығұрт ауданы Өмірөзен елдің аузында жүрген бір тамаша әндерінен бірі осы Өмірөзенге түсірген екен. Бірақ мұны сюжеттік қойылым деудің орнына клип дей салсамыз болады, ән баян дей салсақ болады. Мүмкін ережені дұрыс түсінбеген болар қазығұрттықтар, бірақ клип қана ұсынған бізге. Шардарада Қайықта деген әнді алған, шардаралықтар да клип түрінде түсірген, яғни бірақ үлкен ауқымды жұмыс жасағандықтары көрініп тұр. Дронмен түсіру, кадрларды алыстан ірі планда алу, орта планда алу, жақын ірі планда панорама түрінде алу, яғни сол бір қайықтың айналасындағы әдемі бір көріністерді көрсетіп, кәдімгі тәп-тәуір клип жасап шыққанда байқалады. Әншінің, айтып жатқан әнші қыздың образына сай жақсы клип жасаған. Түлкібас ауданы Ақерке, Ақжайық деген шәмшінің жақсы әнін алған. Бұл да сол біз айтқандай клип. Әншілерге көбірек мән беріліп кеткен, клип түрінде түсірілген. Бәйдібек ауданы Еркежан деген шәмшінің әнін алған. Мұнда да клип түрінде болған, әншілерге көбірек көңіл бөлінген, ән тарихы тасыда қалып қойған. Ән тарихы алуға тырысқан, яғни шәмшінің бір достармен бірге қыздармен таныспақ болып, оның ішінде Еркежан деген қызға көзі түсіп, кейін келіп Нұрсұлтанға өлең жазуға тырысуы, бірақ жақсы ән тарихын өте бір жүйелі түрде баяндай алмағандықтары байқалады. Үзік жұлық сюжет ұсынғандары байқалады. Міне осыларды бәрін ескере келе қазылар құрамы білікті мамандардан құралған, бәрін сараптай келе мынандай шешім қабылдады. Ынталандыру сыйлығын Жетісай ауданы лайық деп тапты. Сыған серенадасы әніне түсірген сюжеттер үшін. Екінші ынталандыру сыйлығы Сайрам ауданы Қайықта әні үшін, Қайықта әніне түсірілген сюжет үшін ынталандыру сыйлығы берілді. Үшінші ынталандыру сыйлығы Бәйдібек ауданында Еркежан әні үшін берілді. Осы ынталандыру сыйлықтармен қабат біз алдағы кезде бұл дәстүрлі түрде бұл байқауды өткізетін болсақ, биыл Шәмшіге арнап жатсақ, келесі жылы Әсет Бейсеуовтың әндерін арнап жатсақ, арғы жылы Кеңес Түйсекеевтің әндерін арнап жатсақ, оның арғы жылы Ескендір Хасанғалиевтің әнін арнап жатсақ, бұл мен ойлаймын біздің қазақ композиторларының ел ішінде жүрген әндерін жаңа жобамен насихаттаймыз ғой деген ойдамыз. Сондықтан биыл мына конкурста біз келесі жылдан бастап ән баянға, яғни клипке де, сол композитордың әніне түсірген клипке де жеке бір арнаулы жүлде тағайындайықшы деген шешімге келіп отырмыз. Сондықтан биыл бірінші клип үшін, бірінші ән баян үшін, жақсы түсірілген ән баян үшін біз осы арнаулы сыйлықты Шардара ауданына берсек пе деп отырмыз. Үшінші орын Ақсудан ұшқан аққуым әніне жасаған қойылым сюжет үшін Төле би ауданы лайықтап табылды.
Екінші орын, мана айттық, ана туралы жыр әніне жақсы телеарнаның телевизиялық техникалық мүмкіндіктерді өте тәп-тәуір ұтымды пайдаланғандығы үшін Кентау қаласына беріп отырмыз. Бірінші орынды Отырардағы той әніне түсірілген сюжетті қойылымдар үшін Отырар ауданына беріп отырмыз. Ал бас жүлдені биыл Сыр сұлуы Шәмшінің тамаша бір әні Сыр сұлуы әніне түсірілген сюжетті қойылымдар үшін Сарыағаш ауданына беріп отырмыз. Алда сіздерден жақсы, бұлмен тоқтап қалмай жақсы жұмыстар күтеміз. Жалпы ережемен жұмыс істесеңіздер, қайсы біріңіз болмасын жүлдеге ие боласыздар. Бірінші конкурсқа қатыспас бұрын ережені әбден оқып алып, сол ереженің аясында жұмыс жасасаңыздар, барлығыңызда жүлдеге ие боласыздар деген ойдамыз. Сәттілік, сіздерге бақыт тілейміз. Шәмші әндері өлмесін. Шәмшінің әнін шырқап жүрген халық өлмесін. Әрдайым жүрегімізде ән тербеп жүрсін. Mene Şemşinim, Aksu özünün boyuna da geldik. Pay şerken, dasırğanды жайнатып қойыпты ғой. Кәне төрлет. Әбеке-ау, не деген табиғат, не деген көрініс. Осы қонақжай пейіліңізге разымын, әбеке, разымын. Шәкем-ау, сендей ұлы композитормен Ақсу өзенінің бойында дастархандас болу, мынау көкең үшін үлкен бақыт емес пе? Ал ауыл үшін үлкен қуаныш. Рахмет, әбеке, рахмет. Арнайы қонақ етіп шақырғандарыңызға, ақ жарқын пейілдеріңізге дән разымын. Қолдан келгеннің бәрін орындаймын, әбеке. Мені қалай пайдаланам десеңіздер де, ерік өздеріңізде. Айналып кетейін ағайын, қазір бір шалқып жүрген шақтарым ғой. Айналайын інім-ау, шалқысаң сен елдің ергесісің. Кешеден бері мынау Бекболат інімнің үйінде болдың. Дәм таттың. Қонақ қойдан жос деген, ендеше кезекті әнге берейік. Ал Бекболат інім. Аңсаған бақытым сияқтанып, ай туып келеді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлым, кешікпей келем деп ең, мен тұрмын елеңдеумен. Бәрекелді, өркенің өссін бауырым. Шәмшаға, рұқсат болса бір сауал қойсам деп едім. Әрине рұқсат. Әндеріңіздің ішіндегі ең мықтысы қайсы деп ойлайсыз? Бірнеше ән жинағым шықты, оны да өздеріңіз жақсы білесіздер. Жүрегіме жақын, көңілімнен шыққан туындыларым, сағынышым менің, ақ маңдайлым, ақ ерке ақ жайық, арыс жағасында, сыр сұлуы, сыған серенадасы, тамды аруы, еркежан, ақ сұңқарым, ақ бантик, кешікпей келем деп ең,
дүнген қыз, бәрінен де сен сұлу. 80-ге тарта ән шығардым. Оның бәрі бірдей шедевр емес әрине. 200-300 ән жазған деген жалған сөз. Ол өтірік. Ал енді барлық әндерімді бастап тұрған менің Қазақстаным. Ол марш ретінде жазылған. Сөйтсе де ол қазақ музыкасының пірі болар-ау деймін. Көріңіздер де тұрыңыздар, ол мені өлтірмейді. Мені шыңға сүйрейді. Маршта бір құдірет бар. Ол жігерлендіреді. Асқақтатады. Мақтанышқа толы асау, асқақ сезімді оятады. Жыласаң уатады, қамықсаң қайрат береді. Нұрғиса ағам айтқан, халық аузында 10-15 әнім айтылып жүрсе, армансызбын деп. Ал менің 80 әнімнің ішіндегі 50-і кемінде ауыздан түспейді. Солай, Мінайдар. Шәмшінім, әндерің бәрі махаббат туралы. Неге? Сезім бе, әлде? Әбек-ау, махаббат мәңгілік тақырып қой. Ән тек жүректен, сезімнен емес, ойдан да туады. Жалаң сезім ешқашан ой тербемейді. Ал ойы жоқ әнде өмірде болмайды. Ондай әндер науқандық. Мен махаббат жайлы көп жаздым. Қайықта, бақыт құшағында. Бүгінгі жастардың ойынан шыққанын білем. Әйтсе де, менен Естайдың қорланы туған жоқ. Шіркін, ол ән махаббат жайлы әндердің құдіреттісі ғой. Ал менің қорланым әлі алда, әбеке. Керемет туынды болғалы тұр. Мұхтарға айтып, сөзін жаздырайын. Кеудемде тұрдым жұлдыздай жанып, шаттығым болдым аңсаған. Араға талай айларды салып, оралдым жаным мен саған. Алатау баурайын келемін аралап, жасқандай жаңбырдан. Ақсудың өзенін көп жүрдім жағалап, аққулар ұшады алдымнан. Алатау баурайын келемін аралап, жасқандай жаңбырдан. Ақсудың өзенін көп жүрдім жағалап, аққулар ұшады алдымнан. Жеңешең сенің өзенге келіп, су алып қайтып барады. Көңілсіз тұрған қалпымды көріп, қиыла неге қарады.
Бір қолмен әлемді, бір қолмен бесікті тербеткен ананың еселі еңбегін ешкімде, еш уақытта ұмыта алмас хақ. Ананың орнын ешкім баса алмас. Ананың ыстық алақанын ешбір дүние алмастыра алмайды. Алайда оның есімін ұлықтап, құрмет көрсету әрбір перзенттің парызы. Болсақ тағы жаңа Мен арысты әнім сен едің самағыныдай ерке. Қазақ вальсінің королі Дархан даламыз бен халқымызға өшпес мұра қалдырды. Аса көрнекті сазгер, Қазақстанның мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер. Осы заманға қазақ эстрадасының негізін салушыларының бірі, Қазақстанның халық әртісі Шәмші Қалдаяқов 1930 жылы 15 тамызда Түркістан облысы Отырар ауданы Қарақоңыр ауылында дүниеге келген. Шын мәнісінде мен Отырарда туып өскен. Отырар дегеніміз қазіргі Шәуілдір. Әкем темірші ұста болған кісі. Темір совхозының несінде. Әкем бейіті жатыр. Шәмші Қалдаяқов өзінің құдайдай сыйлап, жанындай жақсы көретін әкесіне ол дүниеден өткеннен соң мазарының басына үлкен кесене салдырады. Ал аяулы анасына ше? Әншілік, музыканттық жағымыз әкемде де, шешемде де екеуінде түптігі тұнып тұрған әншілер, музыканттар. Жәмшид Шәмші атанып, композиторлық атағы шартарапты шарлап кеткен шағында, оның ғазиз анасы айықпас дертке шалдығып, Алматыдағы Шәмшіні қасына шақыртады. Сонда анасы бұл өмірден жас кеттім демейм, арманда кеттім демейм. Сен аман бол. Бұл өмірде салған әнің айтылмай жатып сөнбесін, әнің ұзаққа жетсін деп жалғыз тілеуін білдіреді. Ойлап қараса анасы оған әлемнің жарығын сыйлапты. Даланың ең әсем гүлдерін жинапты. Самғаған құстардың қанатын беріпті. Дүниенің мол бақытын ұсыныпты. Осылайша ол ақ сүт беріп, аялап өсірген ардақты анасына арнап, әннің ең асылын жазады. Ол ән ана туралы жыр еді. Ән әлемнің падишасы белді бекен болып, Алматыға оралған бойда жазушылар одағына барады. Ақын жазушы замандастарына жолығып, ана туралы өлең жазып беріңдер жігіттер деп қолқа салады. Сонда оған замандастары: жақында Ғафудың да анасы өмірден өтіп еді, сен одан да сол жігітке бар деп жауап қатып жол сілтейді. Шәмші дереу Ғафу Қайырбековке жолығып әнін тыңдатады. Ғафу әнді тыңдап, біраз уақыт үнсіз отырады. Сазгердің мұңды сазынан кейін ол 15 минуттың ішінде ана туралы жыр әнінің мәтінін жазып береді. Шәмші анасына берген уағдасын 1961 жылы орындады. Бұл ән қазақ совет музыкасындағы ана туралы жазылған тұңғыш ән еді. Бұл ән ана алдындағы ешқашан өтелмейтін борышын сезінген баланың егіле төгілген көз жасы еді.
Бұл ән есейген ер жүрек ұланның бұл өмірдің теңізін адал кешуге берген анты еді. Бұл ана туралы гимн еді. Қазір ана туралы жырды білмейтін бірде-бір қазақ жоқ десем, мұным өтірік бола қоймас. Бұл ән тіпті татар башқұрт ағайындардың төл әніндей болып кетті. Монғолиядағы қазақ мектептерінің оқушылары алдыменен Монғолияның мемлекеттік гимн орындаса, екінші осы ана туралы әнді орындайды екен. Ана адамзаттың асылы, ең қадірлісі. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған. Сен берген құстардың қанатын самғаған, балалы құштарым өзіңе арналар. Әлдилеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ шағын мен үшін. Есейіп кетсем де мен саған сәбимін, көңілімді көктемде көзіңмен танимын. Құрбым жан құрбан кезім өзіңмен арысты. Толы қызың саған бақытын сыйладым, іштің сазыма. Сағыныштың сазыма, жүрегімнің назыма. Сен едің бір еркеш, сен едің бір қазана, өрге тартақ кеме. Қол бұлғадым жаға, қанат берді жаныма, қанат берді жаныма. Қанаттының жанаға, жанаға, жанаға. Жағдайға байланысты осы отырар ауданның тойын өткізілетін болғанын Шәмші ағамыз естіп, осыған арнайы дайындалып отырардағы тойды жазған. Ал енді оның сөзін сабырхана салып жазған. Екеуі келіп, одан бұрын бір-екі ай бұрын келіп, көріп, аралап, сөйтіп кеткен. Енді сол тойға келеміз, тойда соны шырқаймыз деп. Бұл кісінің өзі өлгенмен сөзі де өлмейді, әні де өлмейді. Қай жылы мен Қатон-Қарағайға курортқа бардым. Сонда бәрі орысша сөйлейді, бәрі айналадағының бәрі, бірақ қазақы үй тігіп қойған, сөйлеуге келіп құдалықты күтеді екен құдаларын. Жүре сөйлесіп кете ме, аналармен қиялын қарап жүрдім. Бір уақытта қарасам, екі келіншек келе жатыр, өзіңмен арыстың бойында таныстың деп. Бір түрлі ауылға жетіп дегендей, бірден жаңағылармен әңгімелесіп, табанда кеттік. Артынан отырардағы тойды да өздерінің гимні сияқты бәрі жабылып, отырардағы тойды айтып жатыр. Міне отырардың ақын қыз келіпті, отырардағы тойды айтамыз деп, жаңағы асабасы бір білікті жігіт екен. Сол жерде бір мерейім аспандап кетті Шәмші ағам. Саламатсыз ба Шәмші аға? Аман ба қарам. Шәуілдірден бір топ адамдар келіп еді. Оларды кіргізбедім. Айнаян о. Шәуілдірден. Олар менің жерлестерім ғой. Оларға жолығым керек еді. Сізге мына шақыруды тастап кетті.
Ал сізге тұруға болмайды. Сізге тыныштық керек. Жарайды, қарам. Тойға шақыруға. Қызылқұм ауданына 55 жыл. Тойға шақыра келген екен ғой. Бұл той сірә маған бұйырта қоймас. Бауыр құрғырда солқылдап сыздауын айтсаңшы. Ол той маған бұйыртпас. Ақыр бір бауырда солқылдауын қарашы. Кіндік қаным тамған туған жер, туған елім. Қызылқұм ауданының құрылғанына да 55 жыл толыпты. Отырарда мен де қартайған сияқтымын. Отырар тойына бару маған бұйырмас. Жәмшит патша, біраз жерді әнмен жауладың ғой. Ал отырарға келгенде пұшайман жейсің. Жоқ, бұл болмайды. Туған жерге деген перзенттік парызыңнан әлі құтылған жоқсың. Жарты ғасырдан астам уақыт бойы қызылдың атын арқалаған ауылмай. Тарихи атауыңды енді алыпсың. Бұл той ғой. Той. Иә. Отырардағы той. Той басталды отырарда сұлу сырдың бойында, кеудесінде оты жанған Қызылқұмның қойнында. Аңыздарда аты қалған талай ақын толғаған, осындай той отырарда бұрын соңды болмаған. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Алдақанды аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегім аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәріміңге қуанышым мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Туған елім, өскен жерім, асқар белім, сенсің әнім менің, сәнім менің. Алдақанды аялаған арманымда өзіңсің, ақ тілегін аямаған ардағымда өзіңсің. Сендегі жас кәріміңге қуанышым мол болсын, қазағымның әр үйінде дәл осындай той болсын. Сырлы Сырдария, күріштің отаны, Қызылорда облысы, Қазақ даласында осы ақ дәнді көп өндіруге
оның даңқын бүкіл республикаға танытуға бағытталған іс-шаралар бастау алды. Облыс басшылығы осы игі амалды жүзеге асыру мақсатында сырлы өлкеге ән арнау қажет деп шешті. Бұл ұлы миссияны атқаруға елімізде енді таныла бастаған композитор Шәмші аға Қалдаяқовқа ұсыныс берілді. Ойыма ештеңе келер емес. Шабыт жоқ. Соншама жерден шақыртқан соң, жақсы бір дүние шығару керек. Иә. Бұл жердің ерекшелігін елестет. Күрішін, Сырдариясын, сексеуілін елестет. Ақ күріштің палауын қанша құмартып жесем де, оның қалай өсетінін, қайда өсетінін, өскен кезде қандай күйде болатын көрген емес екем. Жылдың осы мезгілінде өсіп тұрған күрішті қайдан таптық енді? Сырдың елі, жырдың елі, ән елі, өнер елі, сауық сайран, сән елі. Мүмкін осы жердің өнерін тыңдасақ, тамашаласақ. Жақсы. Олай болса мен осы жердің жақсы әншілерін шақыртайын. Жоқ. Ауылды жердің тума таланттар тыңдайық. Жақсы. Олай болса мен Дәуірханаға қайтайын. Иә, тәкеңнен сұрайық. Дәуірханаға. Дәуірхан Айдаров Жамбыл колхозымен байланысып, мән жайды түсіндірді. Колхоз басшысы Сейіткамал Иманбаев қуана қарсы алатынын айтты. Сонымен Жамбыл колхозына жол тартты. Клубқа барып, ауыл жастарының концерттік бағдарламасын тамашалап, Шәмші Қалдаяқов көтеріңкі көңілмен қалаға оралды. Шәмші аға, концерт ұнады ма? Ұнады. Ұнағанда қандай? Концертта әлде қыздар ұнады ма? Концертте ұнады. Сырдың сұлу қыздар да ұнады. Сырдың сұлулар ғой шіркін. Ал, ойға негіз табылды. Әннің ауылы алыс емес сияқты. Иә. Енді бірақ мәселе. Ол әнге жан тебірентер жақсы мәтін керек. Ақын жағына саспаңыз. Сыр бойында сіздің бір әніңізге мәтін жазатын бір ақын табылар. Мысалы, Асқар Тоқмағамбетов, Қуаныш Баймағамбетов, Әбділда Тәжібаев, Әбдікәрім Ахметов және жас ақын сақтаған Есмағамбетовтер бар. Иә, Асекең мықты ақын. Асекең күріш жайлы аз жазбапты. Бірақ бір талант, бір тақырыпты қайта-қайта жырлай берсе, ол тақырып қайта таптауырын етіп қайталанбай тұрмайды. Тың ән шығарады екенбіз. Оның әні де, мәтіні де, жыры да тың болуға тиіс. Зейнолла шүкір болсын да ма? Иә? Мен өткен жылы Зәкең жөнінде Лениншіл жас газеттің бетіне жарияланған мақаланы оқыдым. Онда Зәкеңді 20 ғасырдың 2-ші Островский деп жазыпты. Мәтінін сол кісіге жаздырсақ кетеді. Иә, табылған ақ. Онда мен Зәкеңмен хабарласып көрейін. Қане, онда ертеңгі жұмыс ақынға деген сәлеммен басталсын.
ертеңгі күні жүйткіген көлікпен Аралда тұратын Зейнолла Шүкіровтың үйіне аттанып кетеді. Шәмші Қалдаяқов бұрын соңды Зәкеңді жүзбе-жүз көрмеген екен. Бара сала, мен Шәмші Қалдаяқов деген әніңізбін деп, Зәкеңмен құшақ жая көрісіп, сол күні әннің мәтіні шығып, сыр сұлу әні өмірге келді. Сонда баратын еді, толқынға қомар бір сұлу. Аңса